Қара майор. Лақабаты өте қара терісінің түсіне байланысты. Немесе оның есімі ретінде Грозный майор. Мужахидтердің ең ықпалды далалық қолбасшысы Ахмад Шах Масудтың кейінірек Ауғанстанның қорғаныс министрі болған бітімге келуіне себеп болды. Масудқа Панджшер арыстаны деген лақабат берілді. Ал Керимбаевты Панджшер патшасы деп атады. Ауғанстандағы Панджшер шатқалы кеңес одағы қарулы күштерінің арнайы күштері мен мужахидтер күштерінің ең қатал қақтығыстарының бірі болды. Ауғанстандағы Панджшер шатқалын басқарған қара майор Дешті Қыпшақтың қолбасшысы Ахмад Шах Масуд $1 миллион уәде етті. Душман көсемі Керімбаевқа жеке өзі төлеуге дайын болды. Сондықтан ол есірткі мен қару-жарақ керуендеріне тосқауыл қоймады. Сондықтан қара майор бір түнде $1 миллионер бола алады. Егер оның абырой, парыз, отан сияқты құндылықтары болмаса. Борис Керімбаев 1948 жылы 12 қаңтарда Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Прутки ауылында дүниеге келген. 1966 жылы бітірген мектептен кейін Керімбаев Ленин атындағы Ташкент жоғары командалық училищесіне оқуға түседі. 1970 жылы оқуын аяқтағаннан кейін ашық ақпарат көздеріне сүйенсек, ол Германиядағы кеңес әскерлері тобында қызмет ету үшін Еуропаға жіберілді. Борис Керімбаев мото атқыштар взводының командирі. 1973 жылы ол барлау компаниясының командирі болып тағайындалды. Осыдан 2 жыл өткен соң Борис Керімбаев Қызыл тулы Орта Азиялық әскери округте барлау командирі болды. 1977 жылы Керімбаев Теміртау қаласындағы 52857 штаб бастығының орынбасары. Кейін мото атқыштар батальонының командирі болып тағайындалды. Борис Керімбаев шетелде екінші рет 1980 жылы бас штабтың 10-шы басқармасының жаяу әскер бригадасы командирінің кеңесшісі ретінде Эфиопияға жіберілді. Керімбаевтың партизан соғысы. Борис Керімбаевтың өміріндегі ең маңыздысы 177-ші жеке ГРУ арнайы жасағының командирі болды. Бұл құрылым әлемде мұсылман отряды деп те аталады. Өйткені ол негізінен азиялық ұлттың қызметкерлерінен, қырғыздардан, қазақтардан, өзбектерден және тәжіктерден тұрады. Борис Керімбаев жауынгерлерімен бірге Ауғанстан Демократиялық Республикасына келгенде, алғашқы марш табыттары отанына келе бастады. Алдымен отряд Меймен қаласында орналасқан Фаряб провинциясы. Тапсырмалар барлау, басқа да операцияларды жүргізу және ашық әскери қақтығыстарға қатысу болды. Панджшер шатқалы. 1982 жылы қаңтарда 177-ші отряд Дарбос ауылының астындағы операцияға қатысты. Ал сол жылдың мамыр айының соңында оның командиріне жақында ауған оппозициясының қарулы күштерінен босатылған Панджшер шатқалын басып алу тапсырылды. Керімбаевқа бұл үшін 30 күн берілді. Бірақ аумақты 1 жылға жуық уақыт ұстауға тура келді. Шатқал елдің оңтүстік провинцияларынан солтүстікке апаратын асулар қатарынан тұрды. Шын мәнінде, шатқалдың қабырғалары кез келген жебе үшін қол жетпейтін бекініс болды. Кабулдың тамағы. Керімбаев партизан соғысының тактикасын таңдады. Тәжірибелі барлаушы ретінде ол өзінің 500 мылтықпен ашық шайқаста Ахмад Шах Масуд армиясын жеңе алмайтындығын бірден түсінді. Бірақ міндет қойылды және оны орындау керек еді. Мұсылман отряды шабуылдары керуендерге шабуылдарды, биік шабуылдарды, бұқтырмаларды және жауды шатастыру үшін жалған маневрлер жүргізді. Көлеңке сияқты үнсіз қозғалу, уақытты жасыру, шыдамдылықпен күту, жауды жою және байқаусызда кету. Бұл партизан өнері. Сондықтан аман қалу керек еді. Операциялардың көпшілігі Кабулдың тамағы деп аталатын Саланг асуы аймағында Панджшер шатқалынан шыққан кезде өтті.
Мұнда Хайратон-Кабул трассасы өтті. Бұл қару-жарақ пен басқа жүктерді тасымалдайтын кеңестік бағандар үшін негізгі болды. Бір жыл ішінде Панжшерге 177 отряд арқылы 1000-ға жуық әскери қызметші өтті. Олардың 50-і қайтыс болды. Сол соғыста серіктері Комбат Батян деп атаған Керімбаев алғашқы командир болды. Оның қалыптасуы ең аз болды. Ең құнды нәрсе сол жерде Ауғанстанда командир бола отырып, сіз жауапкершілікті сезінесіз. Оны иығыңызда ұстау оңай емес. Бұл бірінші кезекте адамдардың өмірі, деді Борис Керімбаев. Тірі немесе өлу үшін $1 000 000. Ахмад Шах Масуд Керімбаевты күшпен алуға болмайтынын түсініп, оның басы үшін $1 000 000 сыйақы жариялады. Бірақ бұл қулық көмектеспеді. Айтпақшы, қара майор өзінің арнайы күштермен бірге Панжшерге қызметке кіріскен кезде Масуд бір ай ішінде отрядты жойып, оның соңғы жауынгерін отқа қуыртатынын мәлімдеді. Ахмад Шахтың сөздерді желге лақтырмайтынын бәрі білді. Бірақ ол 177-ші отрядты жоя алмады. Бір күні қара майор $1 бір пакетін өртеп жіберді. Ол өз әрекетін өте қарапайым түсіндірді. Бұл соғыс оты жалындаған ақша болды. Сондықтан оларға қан төгістің ұшқындарын үрлеуден гөрі, оларды өз қолдарымен жойған дұрыс деді ол. 177-ші отрядтың сәтті әрекеттерінің нәтижесі Ахмад Шах Панжшер аймағында бітімге келу туралы шешім қабылдады. Ол соғыс қимылдарын тоқтатып, кеңес әскерлерін шатқалдан шығаруды талап етті. Ауғанстаннан кейінгі өмір. 1983 жылы желтоқсанда Керімбаевқа Ксавоға әрі қарай қызмет ету үшін ауыстырылды. Ал Владимир Квачков отрядты басқарды. 1984 жылы отряд қайта аталды. Ол 2-ші Газни мото атқыштар батальоны болды. 1989 жылы әскерлерді шығару кезінде ол Ауғанстаннан шыққан КСРО қарулы күштерінің соңғы бөлімшесі болды. 1983-1985 жылдары қара майор Қапшағай қаласында, Алматы облысы, 22-ші жеке арнайы мақсаттағы бригадада қызмет етті. 1985 жылдың наурыз айында Керімбаев 546-шы жеке оқу полкының командирі болып тағайындалды. 1990 жылы КСР азаматтық қорғаныс штабына ауыстырылды. Осыдан 2 жыл өткен соң ол денсаулығына байланысты полковник атағымен отставкаға кетті. Зейнеткерлікте Борис Керімбаев баға жетпес тәжірибесін жас ұрпаққа беруді жалғастырды. Тәуелсіз Қазақстанның әскери қызметкерлерімен түрлі кездесулерге қатысты. Қара майор 12 ақпанда сағат 8:50-де ұзақ аурудан кейін қайтыс болды. Ардагердің туған күнінде 12 қаңтарда белгілі бизнесмен Айдын Рахымбаев. Ол туралы 9-шы рота форматында фильм түсіруді ұсынды. Рахымбаев кинотаспа жасауда қаржыландыруға дайын екенін мәлімдеді. Алайда әскери ақпараттарға сәйкес, әзірге бұл тұрғыда қандай да бір іс-қимыл болған жоқ. Керімбаев туралы 2014 жылы 177-ші жасақ құрамында соғысқан Амангелді Жантасов жазған Қара майор отряды кітабы жарық көрді. 2017 жылдың ақпан айында Алматыда 177 жасақ. Қапшағайдан Қабылға дейін. Жұмысқа Қара майордың достары, әріптестері, оның ішінде Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі Сәкен Жасұзақов та қатысты.